26 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, барлық нәрсенің мән жайын тереңнен зерттеп, кішігірім сұрақтардың өзіне тереңнен үңілуге әуес тұрасыз. Мұның сізге пайдасы тимесе, зияны тимесі анық. Сол себепті де қателіктер жасаудан сақ болып, барынша мұқият болыңыз. Кей адамдарға қосымша сұрақтар ұнамай, сізге дұрыс жауап бермеуі мүмкін. Қызбалыққа салынбай, сұрағыңызды қайтадан байыпты түрде қойыңыз. Торпақ, бүгін сенімділігіңізге кері әсер ететін ыңғайсыз жағдай орын алуы мүмкін. Мысалы, өзіңіз толық алып шығамын деген шаруаларға шамаңыз жетпей, күткен нәрсеңіз орындалмай қалуы мүмкін. Бұл барлық адамда болатын жағдай екенін ұмытпаңыз. Бәлкім, алдағы күндері әрекет ету тактикаңызды ауыстырып, жаңа тәжірибенің арқасында қайтадан қолға алып көрерсіз. Бірақ та, бар күшіңізді ең алдымен өзекті шаруаларға арнап, өзгерістерді толық қабылдай біліңіз. Егіздер, бүгінгі жағымды әрі жайлы күнде қажеттілік туындаған жағдайда түсініксіз болып бара жатқан жеке қарым-қатынастарыңызды реттей аласыз. Түсінбей жүрген адамыңызды түсіну үшін онымен бетпе-бет сөйлесудің орайын тауып, ойыңыздағыны толық айта біліңіз. Барынша шынайы әрі адал болуға шақырамыз. Сөйлесушіңіз сіздің шынайылығыңызды байқаса, араларыңыздағы диалогта өз деңгейінде жүреді. Шаян. Көптеген шаяндар айналасындағыларға бір нәрсені дәлелдеумен уақытын өткізеді. Өз шындығыңызды дәлелдеп, сізге күмәнмен қарайтындарға уақыт өлтірудің еш қажеті жоқ. Себебі бар күшіңіз қажетсіз адамдарға кетіп, бойыңыздағы ресурстарды ауаға шашып тастайсыз. Керісінше таңғы уақыттан бастап күнделікті шаруаларыңызды дөңгелетіп, артық дүниелерге мән бермеңіз. Арыстан, бүгінгі күні ақшаға қатысты шаруаларға жер аласуыңыз мүмкін. Мысалы, басшылықтан айлық жөнінде сұрау немесе өзіңізге қарыз адамдардан қарызды қайтаруды талап ету. Жұлдыздар ақшаға қатысты сұрақтарда, мәселелерде қызбалыққа салынбауға кеңес береді. Есіңізде болсын, бүгінгі күні ақшаға қатысты даулар немесе сөз таластар түбі жақсылыққа апармайды. Нәтижесі, сіз қаламаған ыңғайсыздыққа келіп соғуда ғажап емес. Бекештер бүгінгі таңда кез келген мәселенің, кез келген жағдайдың түбіне тереңнен бойлап, шешімін бүге-шүгесіне шейін таба алады. Тіпті соңында өздері де күтпеген қорытынды шығарып, ерекше тұжырымдар жасайды. Күнделікті жалықтыратын шаруаларға да жаңа леп әкеліп, тіпті тиесі шыққан шаруаның өзін жандандырып, алдағы уақытта жақсы нәтижелерді бағындыруға мүмкіндік бар. Таразылар үшін барлық жерде тазалық, тәртіп болуы маңызды. Үй ішінде де, айналасында да, тіпті жұмыс орнында да. Алайда, бүгінгі күн айналаңыздан ұрыстар, келіспеушіліктер, сөз таластарды жиі естуіңіз мүмкін. Бұған себеп, сіздің оларға төтесінен сұрақ қойып, тіпті артық сұрақтармен мұжуыңызда болуы мүмкін. Біреудің жасанды мінезі, біреудің салақтығы, біреудің немқұрайлығы, біреудің жауапкершілігі секілді дүниелерге көз жұма қарай алмайсыз. Десе де, сабыр түбі сары алтын дегенді ұмытпаңыз. Саршаян, өз дегеніңізден қайтпай, қырсықтық танытып, бүгінгі күні кей адамдарға шуланып, өкпелеуіңіз де мүмкін. Сізге берер кеңесіміз мынау. Өз пікіріңізді сыртқа шығармай, ішіңізде сақтай біліңіз. Өзгелер сізбен келіспей жатса, ұрыс шығарып даудамайға еріп кетудің қажеті жоқ. Кең болсаң, кем болмайсың дегендей, әр адамның өз ойы, өз таңдауы бар екенін ұмытпай, кез келген жағдайға түсіністікпен қарай біліңіз. Мерген, бұрындары жасап қойған қорытындыларыңыз, өзге адамдар жайлы пікірлеріңіз дұрыс болмай шығуы мүмкін. Сондықтан да бүгінгі күннің белгілеріне назар аударып, қажетті ақпараттарды дұрыс қолдана біліңіз. Жалпы, қате пікірлер көбінесе жалған ақпараттар мен өсекшілердің жеткізер жалған хабарынан туындайтынын ескерсек, өз көзіңізбен көрген дүниелерге ғана сенгеніңіз дұрыс. Тауешкі, шешім қабылдауға асықпаңыз. Әзірше таңдауыңызды растауға көмектесетін деректерді толықтырыңыз. Себебі, қазіргі уақытта қолыңыздағы қажетті ақпараттар жеткіліксіз болуы мүмкін. Қателікке ұрынбас үшін тәжірибесі мол адамның кеңесіне жүгініп, кәсіби ақыл кеңес сұрағаныңыз дұрысырақ. Сонда ғана дұрыс шешімдер қабылдап, қателіктерден сақ болып, өзіңізге сенімді боласыз. Су қойғыш, сізге де бүгінгі күні сөз таластар мен даулы тақырыптардан аулақ болу керек. Аяқталмаған шаруаларыңызда жетіп артылады. Тек оларды қолға алуға шабыт таппай жүргендейсіз. Алға мынадай жоспар құрыңыз. Ескі шаруаларды бітірмейінше жаңа шаруаларға кіріспеңіз. Сонда ғана ескі шаруаларды жылдам аяқтап, жаңа шаруаларға қызығушылықпен кірісесіз. Өткен уақытта сізбен жақсы араласып, жағымсыз жағдайда қоштасқан адам қайта пайда болуы мүмкін.
Оның ойында не бар екенін бірден аңғара алмайсыз. Сондықтан да бірден құшақ жая қарсы алып, ағыңыздан жарылмағаныңыз дұрыс. Балықтар, кейде өміріңізге жаңа адам енгізу үшін кей адамдарды өміріңізден сызып тастауға тура келеді. Көзіңізді ашып мұқият қарасаңыз, алға жылжымай тұрған дүниелер баршылық. Бұл дегеніміз, қарым-қатынас жағынан алар болсақ, сізді артқа тартатын кесапат адамдардың бар екенін, ал шаруалар жағынан қарар болсақ, тек күшіңіз бен уақытыңызды алатын тиімсіз шаруалардың бар екенін білдіреді. Сондықтан да қажетсіз әрі артқа тартатын дүниелерден өміріңізді тазартуға күш салғайсыз.